Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Сағатова Аманкүл Мелдешқызы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ұзындық өлшем бірліктері және оларды түрлендіру. Не себептен өлшем бірліктерін бірінші сабағыма қойдым? Өйткені ұзындық өлшем бірліктері, салмақ өлшем, уақыт өлшем бірліктері, ауданның, көлемнің өлшем бірліктері және түрлендіру оларды амалдарда қолдану өте, байқап тұрсаңыз, өте ауқымды тақырып. Және балаларға кішкене қиындық туғызатын да осы тақырып. Өйткені оқулықтарда өте аз берілген, мүмкін сондықтан болар оқушылар кейде қиналып жатады түрлендіруде. Және амалдарды қолдануда да кішкене қиындық туғызып жатады. Өз тәжірибемде өлшем бірліктерін түрлендіру тізбегі арқылы түсіндіремін және оң нәтиже беріп жатқан тәсілім. Сол себептен сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Түрлендіру тізбегін құрастырудан алдын мен өз оқушыларыма, мысалы, ұзындық өлшем бірліктерін түрлендіретін болсақ, ұзындық өлшем бірліктерін орналасу реттігін алдымен жаттатып, бірінші соны түсіндірем. Ең үлкен ұзындық өлшем бірлігі қандай балалар деген сияқты балаларға сұрақ қою арқылы кері байланыс алып отырамын және сол бойынша жұмыс жасаймын. Мысалы, айталық, балалардан сұраймыз. Ұзындық түрлендіру тізбегін қазір бірге құрастыратын боламыз балалар. Енді ол үшін бізге ең үлкен, ең ірі ұзындық өлшем бірлігінен бастап, кішісіне қарай орналасу реттігіменен біз алдын ала жазып алуымыз керек. Сол себептен енді маған сендер айтып отырасыңдар, мен жазам. Келістік пе балалар? Жарайсыңдар. Енді түрлендіру тізбегін бірге құрастырайық деген сияқты балаларменен бірге жұмыс жасауға дағдыланыңыз. Және сұрақ қою арқылы кері байланыс алып отырсаңыз, балаларыңыз тез түсінеді. Оны мен өз тәжірибемде байқадым. Сіз жалықпай сұрақ қоятын кезде балаларыңыз да тез түсінеді. Ендеше балалар, кеттік. Түрлендіру тізбегі. Қазір бәріміз бірге тізбек құрастырамыз. Ұзындық өлшем бірліктерін. Ең алдыменен, ең ірі ұзындық өлшем бірлігі қандай балалар? Кім айтады? Километр, әрине, жарайсыңдар. Ең үлкен ұзындық өлшем бірлігі километр. Одан кейінше метр. Жарайсыңдар, километр, метр. Одан кейінгі өлшем бірлігі қандай реттілігі бойынша? Дециметр, жарайсыңдар. Дециметр. Ары қарай қалай? Сантиметр, миллиметр. Жазамыз балалар. Ірісінен кішісіне қарай орналасу реттігіменен алдын жазып аламыз. Және бұл реттілікті балаларменен бірге жасаңыз. Өйткені олар реттілігін әр қадамда жаттап отыру керек. Қайсы ірі өлшем бірлік, қайсы кіші өлшем бірлік. Дұрыс қой. Километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр. Ұзындық өлшем бірліктерін орналасу реттілігіне қарай біз үлкеннен кішісіне қарай жазып болдық. Енді ары қарай не жасаймыз? Осы жерден балалардан бірінші сұрақ қою арқылы балалардың өлшем бірліктің қаншалықты балалар жаттады, немесе жаттап қойған болса, бұл қаншалықты балалардың есінде қалды. Соны бір тексеріп аламыз. Балалар енді айта қойыңдаршы, 1 километрде қанша метр бар? 1000 метр. Ал 1 метрде қанша дециметр? 10 дециметр. Ал 1 дециметрде қанша сантиметр? 10 сантиметр. Жарайсыңдар. Оқушыларыңыз жауап беріп жатыр деп үміттенемін. Өйткені өзім тәжірибемде солай. Әр қадамда балалардан сұрақ қойып отырам. Ол оңай тапсырма болса да, кейде күрделісін үйретіп жатқан кезде балалар оңай тапсырманы ұмытып кетеді. Келісесіздер ғой? Ондай тәжірибелеріңізде кездеседі. Өзімде де болып тұрады. Деңгейменен балаларды күрделі тапсырмаға дейін алып келіп қойған кезде, кейде болмашы оңай тәсілдерден кейде балалар қателік жіберіп жатады. 1 километрде 1000 метр, 1 метрде 10 дециметр, 1 дециметрде 10 сантиметр. Жарайсыңдар балалар. Енді 1 метрде қанша сантиметр? 100 сантиметр. Ал 1 дециметрде 100 миллиметр балалар. Жарайсыңдар. Ұзындық өлшем бірліктерін біз жатқа білуіміз керек. Өйткені ертең ауданның өлшем бірліктері, яғни квадраттары, ауданның деген сөзіміз, ол екі өлшемнің көбейтіндісі балалар.
Ол ұзындығы мен ені, я болмаса ені мен биіктігі деген сияқты ол екі өлшемнің биіктігі. Сол себептен біз квадрат қоямыз. Ал кубтың өлшем бірліктері кездеседі. Мысалы текшенің, полипипедтердің, ондай кезде үш өлшемінің көбейтіндісі. Біз оларды да түрлендіруімізге тура келеді. Сол себептен өлшем бірліктің басты қадамын осыны біз анық жаттасақ, ертең оларды түрлендіру бізге қиындық туғызбайды. Деген сияқты балаларға осы бірінші қадамның маңызды екенін бірінші түсіндіріп аламыз. Кестік қой. Ары қарай. Енді балалар өлшем бірліктен орналасу реттілігіне қарай, ірісінен кішісіне қарай жазып алдық. Енді тізбегімізді түсіндірем. Мен түсіндірем, балалар, бірге жұмыс жасаймыз. Кестік па? Енді километрді метрге айландыру үшін не істейміз? Километрді метрге айналдыру үшін, балалар, x-ті көбейтеміз 1000-ға. X дегеніміз ол кез келген біз түрлендіретін сан. Ал 1000 не үшін 1000-ға көбейттім, балалар? Өйткені 1 километрде 1000 метр бар. Кез келген сан x түрлендіретін кезде біз 1000-ға көбейтеміз. Сол кезде қанша метр екенін таба қоямыз. Ары қарай метрді дециметрге айналдыратын болса, x-ті көбейтемін 10-ға. Не үшін еді, балалар, кім айтады? Әрине, 1 метрде 10 дециметр бар. Енді метрді дециметрге айналдыру үшін біз x-ті көбейтеді екенбіз 10-ға. Жақсы, ары қарай дециметрден сантиметрге айналдыратын кезде де дәл сол тәсілді қолданамыз. Сантиметрден миллиметрге айналдыратын кезде де дәл солай осы тәсілді қолданады екенбіз. Сантиметрден миллиметрге, өйткені 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Демек, сантиметрді миллиметрге түрлендіретін болсақ, 10-ға көбейтеді екенбіз. X кез келген сан. Енді айта қойыңдаршы, балалар, біздің тізбегімізде 1 метрде неше сантиметр бар екені тізбекте қалай тауып аламыз? Немесе 1 дециметрде қанша миллиметр бар екен, балалар, қалай тауып аламыз? 1 метрде қанша сантиметр бар? 100 сантиметр, әрине. Ал тізбегімізден оны қалай табамыз? Қазір көрсетем. 1 метрде 10 дециметр. 1 метрде 10 дециметр. Ал 1 дециметрде 10 сантиметр. 10-ды 10-ға көбейтетін болсақ, балалар, қандай сан шығады? 10 мен 10-ның көбейтіндісі 100, әрине. Демек, 1 метрде 100 сантиметр бар. Ары қарай, енді дециметрден миллиметрге айналдыратын болсам да, дәл солай. 1 дециметрде 10 сантиметр, 1 дециметрде 10 сантиметр, 1 сантиметрде 10 миллиметр. 10 мен 10-ның көбейтіндісі 100. Демек, 1 дециметрде 100 миллиметр бар деген сөз. Жарайсыңдар. Енді осы жерден бір қорытынды шығарайға, балалар. Ұзын ірі өлшем бірліктен кіші өлшем бірлікке түрленетін кезде біз көбейту амалын қолданады екенбіз. Енді ары қарай, балалар, көбейту амалына кері амал қандай амал? Бөлу амалы. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Балаларға кішігірім сұрақ қойғанның өзінде, оңай сұрақтарға жауап бергеннің өзінде де мақтап, мадақтап отырудан жалықпаңыз. Сіз мадақтаған сайын талпынады бала. Сіз мадақтаған сайын оның қызығушылығы арта түседі. Әрине, көбейту амалына кері амал, ол бөлу амалы. Жарайсыңдар. Енді бөлу амалымен не үшін сұрадым? Қазір тізбекте оны көрсететін болам. Ары қарай тыңдаймыз, балалар. Енді миллиметрден сантиметрге қарай түрленетін кезде x-ті бөледі екенбіз 10-ға. Өйткені кіші өлшем бірліктен ірі өлшем бірлікке келіп жатыр. Яғни, ірісінен кішісіне келетін кезде біз көбейту амалы, енді керісінше кіші амалдан ірі өлшемге түрленетін кезде бөлу амалын қолданады екенбіз. Балалар, өйткені көбейту амалына кері амал бөлу амалы. Жарайсыңдар. Енді мына жерде мен орындадым. Ары қарай енді өздерің жауап беруге әрекет жасаңдар. Жарай ма, балалар? Ары қарай енді сантиметрден дециметрге түрлендіретін болсам, енді қандай амал қолданам? Кім айтады маған? Әрине, x-ті бөлеміз 10-ға. Тізбекті осылай түсіндіретін кезде кез келген оқушы
түсініп бастайды деп ойлаймын. Әрине, ол өзімнің тәжірибемде қалай түсіндіріп бастайсыз, бұл тақырыпты өте қызығып орындайды. Және сіз тізбектің соңына жетем дегенше бала түсініп бастап сізбен бірге жұмыс жасайды. Сұрақ қою арқылы кері байланыс алып отыратын болсаңыз, бүкіл сынып сабаққа қамтылады. Болмағанда 50-60% сабаққа қамтылып, тақырыпты сізбен бірге орындауға әрекет жасайды. Неге? Өйткені бұл қызық тақырып. Балаларға кішкене басқа әдіс көрсетсеңіз қызық болады. Неге? Bir сарынды тақырыптардан бала көбінесе жалығады. Онсыз да қазіргі балалар көп тез жалығады, балалар сабақтан. Кез келген бір кішігірім басқаша тәсіл қолданатын болсаңыз, балалар оны қызығып қарайды. Енді ары қарай. Енді дециметрді метрге айналдыратын кезде кім айтады? X-ті бөледі екенбіз, 10-ға жарайсыңдар. Ары қарай. Енді метрді километрге айналдыратын болсам ше? Не істейді екенбіз? X-ті бөледі екенбіз 1000-ға. Балалар, не үшін 1000-ға бөлдім? Не үшін барлығында 10-ға бөліп келдім? Мына жерде мен не үшін 1000-ға бөлем? Деген сияқты сұрақ қойып отырыңыз. Ол деген сөз баланың жауабына қаншалықты өзі сенімді. Кейде осындай күдікті сөздерді қойған кезде сенімсіз балалар дереу жауабын өзгерте қояды. Ал оған біз жол бермеуіміз керек. Неге? Бала жаттады ма, оны дәлелмен сізге жауап бере білу керек. Дұрыс қой? Не үшін 1000-ға бөлдім балалар? Деген кезде олар автоматты түрде. Өйткені 1 километрде 1000 метр бар. Сол себептен кіші өлшем бірліктен ірі өлшем бірлікке төленетін кезде 1000-ға бөлеміз. Демек, тізбегімізді құрастырып болдық. Қай кезде көбейту амалы, қай кезде бөлу амалымен бізге оңай шығаруға болатынын біз білдік. Енді ары қарай жұмыс жасаймыз. Және бұл тізбек бойынша қазір тапсырмаларда мысалдарды орындағанда қалай орындайтын сендерге көрсететін боламын. Ары қарай. Одан кейін қазір мына жерде қарап тұрсаңыздар, нөлмен берілген сандар. Бұл оңай тапсырмалар мен не үшін жазып қойдым? Кейде оңай тапсырманың өзіне де баған түрінде көбейтіп, уақытты бөліп баланың сондай уақыт кетіріп жатамыз, 4700-ді 10-ға қалай көбейтеміз? Былайша қарасаңыз оңай тапсырма. Бірақ кейде кейбір бала осының өзін баған түрінде орындап жатады. Менің мақсатым қазіргі қандай ыңғайлы тәсіл және балаға қаншақты ол оңай тәсіл екенін көз жеткізу. 4700-ді 10-ға қалай көбейтеміз? 4700 санын алдыменен бірге көбейтеміз. Егер де көп таңбалы сандарды оқи алатын оқушылар болса, олардың да оқушылардың да деңгейі әртүрлі ғой, дұрыс па? Біреу ақпаратты ақырын қабылдайды, біреу ақпаратты жылдамырақ қабылдайды деген сөз. Егер 4700-ді оқи алатын оқушы болатын болса, мысалы айталық 4-ші сыныптар, ал тізбекті 2-ші сыныптың соңынан бастап үйрете берсеңіз болады. 2-ші сыныптың соңында көбейту кестесін жаттап болғаннан кейін тізбекті осылай түсіндіріп қойсаңыз балаға ыңғайлы және қиналмайды жұмыс барысында. Ал 3-ші сынып, 4-ші сыныпта бұл санды оқи алады. 4700-ді бірге көбейтеміз. Енді дәл осы жерде жаңағы айтып өткенімдей, кез келген тапсырманың, қай тапсырманы орындау барысында қандай ереже сізге сәйкес келеді, соны баланың есіне бір рет салып отыру керек. Айтады, мына жерде қандай ереже сәйкес келіп тұр. 4700-ді 10-ға көбейтеді. Балалар, санды бірге көбейтіндісі қандай болады? Санның бірге көбейтіндісін кім айтады маған? Ережені бір есімізге түсірейікші деген сияқты ережені де бір рет есімізге түсіріп отырмыз керек. Ережені қайталамасақ, ережені де ұмытып қалады, балалар. 4700-ді бірге көбейтеміз. Санды бірге көбейткенде санның өзі шығады, жарайсыңдар. 4700 деген санның өзі шығады. Енді қалған бір нөлді алып кеп тіркей қояды екенмін. Демек 47.000 деген сан шықты. Бұл әрине 3-ші, 4-ші сыныптар күрделі сандарды, көп таңбалы сандарды оқи алған кезде. Ал оған дейінгі балаларға біз қалай үйретеміз? Ал оған дейінгі балаларға бірінші біз 47-менен 1-ді көбейтеміз. 47-менен 1-ді көбейтеміз. Ал алдымен ол үшін 1, 2, 3, 0 деп 0-дерді санатамыз. Соңынан бастап 3 0 жазамыз. 1, 2, 3. Енді не істейміз? Енді 47-ні 1-ге көбейтсек қандай сан шығады? Санды 1-ге көбейтсек, демек санның 1-ге көбейтіндісі санның өзі шығады. 47-ні жазамыз. 47.000 деген сан шықты. Әрине
бұл екінші сыныптарда, яғни көп таңбалы сандарды бала енді меңгеріп бастаған кезде. Ары қарай 3200-ді 100-ге қалай көбейтеміз? Жаңағындай 3200-ді 1-ге көбейтіп, соңынан 2 нөлді тіркеуге болады. Немесе бірінші нөлдерді санап аламыз. 1, 2, 3, 4. Қанша нөл болды балалар? 4 нөл. Енді байқап отырыңдар, мен қандай тәсіл қолданам? Сол тәсіл бойынша ары қарап жұмыс істеп үйренуіміз керек. Енді 4 нөлді жазамыз. 1, 2, 3, 4 нөл. Енді 32-ні 1-ге көбейте салады екенбіз. 32 мен 1-дің көбейтіндісі әрине 32. Ережені бір есімізге түсіріп алдық, Енді 3200-дің 100-ге көбейтіндісі 320 мың деген сан шықты. Дәл осындай нөлдермен жұмыс жасағанда балаларыма нөлдерді арқалап жүре бермей ақ қояйық балалар деймін. Нөлдерді көбейтіп алып, соңынан тіркей салайық деп, солай белгілі бір сөз тіркестермен естерінде сақтатуға әрекет жасаймын. Әйтпесе балалар көбінесе ұмытшақ болады. Тәсілін үйретіп отырасың, келесі тапсырмада ол тапсырма ұмытып отырады тәсілді. Ал өзім тәжірибемде жаңағындай белгілі бір сөз тіркестерменен отбасына, яғни өмірге, сыныпқа байланыстырып, белгілі бір сөз тіркестермен естерінде сақтатуға әрекет жасаймын. Мына жерде балалар нөлдерді арқалап жүре бермей ақ қояйықшы деймін. Көбейтеміз, соңынан тіркей салайық дейміз. Енді өзіңіз ойлаңыз. 3200-де 2 нөл, 100-де 2 нөл. 4 нөл ол көбейтіп болам дегенше баған түрінде 4 рет нөлдермен толықтырып тастауға тура келеді. Келсесіздер ғой. Ал бізге онша уақыттың, онша нөлдерді тізбектеп жазып отырдың бізге қажеті жоқ. Және осылай көбейткен кезде өздерді балаларынан байқайтыным, осылай көбейтіп отырған кезде, жоқ, біз нөлді арқалап жүрмейміз деген сияқты өздерінің есіне сап ете түсе қояды. Олардың ойында, мен өзім солай ойлаймын да, өзімнің пікірім. Олардың ойында мына нөлдерді қапшыққа салып, иығында арқалап жүрген сияқты, көз алдарына елестейтін сияқты солай түйіледі маған. Және осылай көбейтіп отқанда, жоқ, біз нөлдерді тастап кетеміз, кейін соңында тіркейміз, біз оларды арқалап жүрмейміз деген сияқты дереу естеріне сақтап алады. Және басқа тәсілдерді қолданғанда да белгілі бір сөз тіркестерімен пайдалануға әрекет жасаймын. Біздің басты мақсатымыз балаға жаттату ғой сол тәсілді. Баланың есінен шықпау керек. Және келсесіздер ғой, бастауыш сыныпта қалай іргетасы қаланады, ол ары қарай сол біліммен кетеді. Егер де жақсы бастауыш сыныпта біз жақсы білім балаға сіңіре алатын болсақ, ары қарай ол жоғары сыныпта қиналмайды. Ары қарай ол ата-ананың да көмегіне жүгінбейді, өз бетінше жұмыс істей алады. Сол себептен де бастауыш сынып мұғалімдеріне артылар жүк, жауапкершілік үлкен. Келсесіздер ғой. Және ол жауапкершілікті біз сезіне білуіміз керек. Өз тәжірибемізде сезіне білуіміз керек. Неге? Өйткені бастауыш сыныпта баланың уақыты өтіп жатыр. Ол кезде ол тақырыпты меңгеріп керек. 5-ші сыныпқа барғанда 1 километрде қанша метр бар еді, оны қайтып айналдырамыз деп отыратын тапсырма емес қой. Ол кезде өзінің тапсырмасы күрделі. Бастауыш сыныпта берілген тақырыпты бала бастауыш сыныпта меңгеру керек. Ары қарай сонда бала қиналмайтын болады. Әрине ол менің өзімнің пікірім. Ары қарай енді осы жерден нөлдермен жұмыс жасағаннан кейін өз жерден балдарға есіне бір рет салып өтеміз. Балалар бізге баған түрінде көбейтудің қажеті бар ма екен? Жоқ, әрине, біз тұрған жерінде көбейтетін тәсілді үйреніп алдық. Енді бұлай тапсырмалар кездескенде баған түрінде орындап жүрмеңдер. Біздің уақытымыз кетеді және біздің тақырыпты жақсы түсінбегенімізді білдіреді. Солай ғой балалар. Енді ары қарай барлық кезде біз 10-ға 100-ге көбейтпейміз ғой. Кейде басқа да сандарға көбейтуге, осы тұрған жерінде қалай көбейтуімізге болады, енді соны түсіндірем және біргелесіп орындайтын боламыз. Алдыменен балалар, 750-дің 30-ға көбейтіндісін қалай көбейтеміз? Бірінші нөлдерді санап аламыз. 1 нөл, 2 нөл жазамыз. Соңынан бастап 1 нөл, 2 нөл. Енді 3 пен 5-дің көбейтіндісін табамыз. 3 пен 5-дің көбейтіндісі қаншаға тең болады балалар? Жаңағы айтқанымдай, әр кезде қандай тапсырмаға тура келеді, балалардан сұрап отыру керек. Тіптен көбейту кестесінің өзін кейде ұмытып қалады балалар. Үнемі шығарып отырмағандықтан. 3 пен 5-дің көбейтіндісі қанша? 15. Жарайсыңдар. 15 бірлігін жазамын. 10-дығын бойымда сақтаймын.
Енді 3 пенен 7-нің көбейтіндісі қанша болады? 21. Жарайсыңдар. 3 пен 7-нің көбейтіндісі 21. Ойымдағы сақталып тұрған сан менен 22. 22 деп жазамын. Қандай сан шықты? 22.500. Тіптен тапсырмаларды орындаған кезде де әр санды балаға оқытуға әрекет жасаңыз. Неге десеңіз, кейде 4-ші сынып, тіптен кейде 5-ші сынып балаларынан сандарды оқуға кейде қинап жататын балалар табылып қалады. Жаңағы айтқандай ақпаратты қабылдау деңгейі әртүрлі әр баланың. Біз ол үшін баланы кінәлай алмаймыз. Ол үшін біздегі бір ғана шығар жол, әр тапсырмада біз сұрап отырамыз. Көбейтіндісі нешеге тең? Қандай сан шықты? Кім оқи алады? Неше таңбалы сан шықты деген сияқты біз сұрақ қою арқылы кері байланыс алып отыруымызға тура келеді. Ары қарай, мына жерден 750 мен 30-ның көбейтіндісін тұрған жерінде балалар көбейттік. Баған түрінде көбейтудің бізге қажеті бар ма екен? Жоқ, әрине, жарайсыңдар. Енді ары қарай өздерің орындауға әрекет жасаңдар. Тапсырманы оқимын. 96 мен 400-дің көбейтіндісі. Бірінші не істейміз? Әрине нөлдер санап жазып аламыз. 1, 2, 1, 2. Ендігі кезек. Әрине 4 пенен 6-ның көбейтіндісі қаншаға тең болады? Кім айтады? 24. Жарайсыңдар. 24-ті жазып қоям ба түгел? Жоқ, бірлігін жазамын. 24-тің бірлігі 4, 2 ондығын ойымда сақтаймын. Енді 4 пенен 9-ның көбейтіндісін табамын. Ал 4 пен 9-ның көбейтіндісі қаншаға тең болады? Кім айтады? 36-ға. Жарайсыңдар. Ал ойда сақталып отырған сан бар ма, жоқ па? Бар, әрине. 4 пен 9-ның көбейтіндісі 36, ойдағы 2 менен 38. Яғни 36 мен 2-ның қосындысы 38-ге тең болады екен. Қандай сан шықты балалар? 38.400. Жарайсыңдар. Сандарды да оқи білуіміз керек. Ол үшін қалай оқитын еді? Бір есімізге түсірейікші. Санның соңынан бастап 3 разрядта нүктемен белгілеп алайық. Әрине, бұл сандарды, көп таңбалы сандарды енді меңгеріп жатқан кезде балаларымызға солай нүкте қойып арқылы оқуға рұқсат береміз. Ал 3-ші сыныптың соңында, 4-ші сыныптарда бала осы нүктені ойша қою керек. 400-дің алдына ойша нүктені қойып, ары қарап оқу керек. Яғни 1-ші класс, 2-ші класс. Бірліктер класы, мыңдықтар класы. 2-ші класс мыңдықтар класы болғандықтан 38.000 деп оқимыз. Неге? Өйткені ол мыңдықтар класы. 2-ші класс менен. Әр 3 разряд, 1 класс. Бұл разрядтарға да кейін тереңірек тоқталамыз. Класстар, разрядтар, көп таңбалы сандарды қалай оқимыз? Класстарға, разрядтарға қалай бөлеміз? Оны кейін тереңірек түсіндіретін боламын. Мына жерде тақырып жаңағы айтып жатқандай, әр тақырыпқа қандай сұрақ тура келеді, балаларға соны сұрақ қойып жауап алып отыруға әдеттенейік деген мысалменен айтып отырмын. 38.400 деген сан шығады екен. Ары қарай, енді жаңа көбейту амалын орындадық. Орында тұрған жерде қалай көбейту керек екенін түсіндірдім. Және бізге баған түрінде көбейту керек емес екенін балалар білдіңдер. Ары қарай енді бөлу амалдарын орындайтын боламыз. 56.000-ның 100-ге бөліндісін қалай орындаймыз? Енді бөлінгіш, 56.000 бөлінгіш, 100 бөлгіш шығатын санымыз ол қандай? Бөліндінің мәні. Жарайсыңдар. Біз компоненттерінде ұмытпау керекпіз, бөлудің компоненттерінде. Яғни бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні. Енді бөлгіште қанша 0 болса, бөлінгіштегі сонша 0 қысқарады. Қандай сандар қалды балалар? 560-тың 1-ге бөліндісі. Санды 1-ге бөлетін болсақ, санның өзі шығады. Әрине. 560-ты 1-ге бөлетін болсақ, 560-тың өзі шығады. Немесе балалар кішкене қиналатын болатса, 56-ны 1-ге көбейтіп жазамыз 56 деп. Соңында қысқармай қалған 1 нөлді соңына әкеп тіркейміз деп екі тәсілмен түсіндіруге болады. Бала меңгеріп жатса 560-ты 1-ге бөлінісіп 560 деп жаза қояды. Немесе кішкене қабылдау қиын балаларға 560 деген сан ауырлық қылатын болса, 56-ны бөлеміз 1-ге қандай сан шықты? 56. Енді мына 2 нөл қысқарды, қысқармай қалған 1 нөл соңынан әкеп тіркейміз. Яғни 560 деген сан шығады екен. Ары қарай
Енді 830 мыңды мыңға қалай бөлеміз? Тура жаңағы тәсілді қолданамыз. Балалар, жаңа бөлгіште неше нөл болса, бөлінгіштегі сонша нөлді істедік, қысқартып жібердік. Енді қанша нөл мен қанша нөл қысқарады, балалар? Енді сендер айтып отырыңдар, мен нөлдерді қысқартамын. Және бөліндінің мәні нешеге тең болды, сендер айтасыңдар, мен жазып отырамын деген сияқты бүкіл сыныпқа сұрақ қою арқылы жұмыс жасаймыз ары қарай. Енді не істейді екенмін? Мың санында неше нөл бар? 3 нөл. Не істеймін? 3 нөл менен бөлгіштегі 3 нөл, бөлінгіштегі 3 нөл менен не істейді екен? Қысқарады, жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Енді қандай сандар қалды? 830-дің бірге бөлінісі. Балалар, егерде 830-ды бірге бөлу қиын болатын болса, бұлай орындасақ та болады. 83-дің бірге бөлінісі қанша? 83. Яғни санны бірге бөлетін болсақ, сол санның өзі шығады. Енді мына жерде бір қысқармай қалған нөл бар, балалар? Байқадыңдар ғой? Сол нөлді алып келіп, біз соңынан тіркейміз. Бөлгіштегі 3 нөл мен бөлінгіштегі 4 нөлді біз қысқартып жібере алмаймыз, балалар. Бөлгіште қанша нөл? Бөлінгіште сонша нөл қысқарады. Келістік қой? Ал қысқармай қалған нөлді біз соңынан әкеп тіркеп қояды екенбіз. Ары қарай бөлінгіште нөлдермен аяқталған кезде біз қалай қысқартуды көрсеттім. Енді барлық кезде бөлінгіштеріміз нөлмен аяқталмайды ғой. Бұл кезде қалай түсіндіреміз балаға? 7562-ні мыңға бөлеміз. Қалай? Бұл қалдықпен шығады әрине, нөлдермен аяқталғанда ол қысқарып кетеді. Енді сандармен аяқталғаннан кейін ол қысқармайды, есесіне ол қалдықпен бөлінеді. Ал қанша қалдық екенін біз баған түрінде орындамай-ақ тұрған орнында біз қалай ажырата аламыз? Ол үшін балалар әрине көп таңдау сандарды оқи білу керек. Қайсысы ірі, қайсысы кіші, яғни сандарды разрядтарына қарай салыстыра білу керек. Енді 7562-ні мыңға бөлу үшін біз не істейміз? 7562 бөлінген мың. Қарап тұрсаңыз, мыңда 3 нөл, біз 3 санмен қысқарта алмаймыз. Қалдық болғанда қалай орындаймыз? Енді қараңыз, ережені есімізге түсіреміз және. Қалдық бөлгіштен кіші болу керек, яғни бөлгіштен кіші сан ол қалдық болады. Мыңнан кіші бізде бұл жерде 562. Келсестер ғой? Ал 7000 мыңнан үлкен. Жазамын. 7000 мыңнан үлкен болғандықтан 7 мәніне жазамда мыңнан кіші 562. Демек ол қалдық. Бөлгіштен кіші сан қалдық болады. Ережемізге сәйкес 562 қалдық. Ары қарай 325-тің 100-ге бөлінісін енді балалардан сұраймыз. Жаңа тұрған жерінде қалдықпен бөлуді көрсеттім, балалар. Яғни мыңға бөлу үшін 7562 санындағы мыңнан кіші санды ажыратып алдық. Яғни 562 саны мыңнан кіші. Бізге оны баған түрінде бөлудің қажеті жоқ. Біз санға қарап, қайсаннан кіші екенін ажыратамыз. 7562 санында мың санынан кіші ол 562. Демек 562 қалдық күйінде қалады. Бізге баған түрінде орындаудың қажеті жоқ. Ары қарай, енді 325 санын 100-ге бөлу үшін қанша қалдық болады, біз қалай табамыз? Енді 325 санында 100-ден кіші қандай сан бар? Әрине 25. 300-іміз 100-ден үлкен, демек ол 300-дігіміз мәні болады. Ал 100-ден кіші 25, ол қалдық күйінде. Ол қалдық күйінде қалады. Жаңағы айтқанда ережені осы жерден тағы да бір есіне саламыз. Яғни бөлгіштен кіші сан ол қалдық күйінде қалады. 3 бүтіні мәні, демек 25 қалдығы деп жазылады екен. Қазір нөлдермен жұмыс істеу, яғни нөлдерді тұрған жерінде қысқарту, қалдықпен бөлу бізге қаншалықты қажет, оны қазір тапсырмаларда көретін боласыздар. Тізбегіміз арқылы түрлендіруді, қандай кезде көбейту амалын, қандай кезде бөлу амалын қолдану керектігін түсіндірдім, және нөлдермен қалай жұмыс жасаймыз соны түсіндірдім. Енді сол тәсілімізді берілген өлшем бірліктерге өрнектеу кезде біз оны қалай қолданамыз? Енді соны түсіндіретін боламын. Тақтаға мұқият қараймыз. 5 километр 6 метрде қанша метр бар екен біз қалай табамыз? Жаңағы айтқандай километрден метрге түрленетін кезде көбейту амалын қолданамыз. Бірақ нешке нешті?
X-ті мыңға көбейтеміз дедік. X-тің орнына бізде қазір 5 саны. Демек 5-ті көбейтеді екенмін мыңға, қосамын 6-ға. 5 пен мыңның көбейтіндісі 5000. Я жаңа нөлдермен жұмыс істеп үйрендік. Баған түрінде бізге ешқандай көбейтудің қажет жоқ. 5 пен мыңның көбейтіндісі 5000. 5000 мен 6-ның қосындысы 5006. 5006 метр екен. Ары қарай 7 дециметр 18 миллиметрде қанша миллиметр бар? Жаңағы айтқандай үлкен өлшем бірлік, кіші өлшем бірлік. Көбейту амалы X-тің орнында 7. Демек, 1 дециметрде 100 миллиметр бар. 7-ні 100-ге көбейтіп, 18-ді қосамыз. 7 мен 100-дің көбейтіндісі 700, 18-ді қосатын болсақ, 718 миллиметр шығады екен. Енді балалар тапсырманы әр орындаған кезде көбейтеміз де бәрін тізбектеп жаза беруінде қажет жоқ. Автоматты түрде де балалар көп тапсырма орындаған сайын ол жаттанды болады. 7-ге 1 дециметрде 100 миллиметр бар. 7 мен 100-дің көбейтіндісі 700, 18-ді қосамын 718 деп бала ауызша тапсырмаларды істеуге де дағдылану керек. Бірақ дәлелін де ол ұмытпау керек. Өйткені сіз сұрақ қоясыз ғой. Не үшін 700? Мүмкін 70 шығар деген сияқты. Өйткені кейде осындай кезде балалар осылай түрлендірген кезде 718 орнына балалар 70-ке 18-ді қосып қателік жасап жатады. Я жұмыс барысында көресіздер. 70-ке 18 қосып дұрыс емес жауап жазып жатады. 7-ге 100-ді көбейтеміз 700, 18-ді қосамыз 718 миллиметр. Ары қарай жаңа үлкен өлшемділіктен кіші өлшемділікке қарай түрлендірдік. Енді кіші өлшемділіктен ірі өлшемділікке қарай қалай түрлендіреміз? Дәл жаңағыдай біз тізбегіміздегі бөлу амалын қолданамыз. 156 мыңды бөлеміз 10-ға. Неге? Өйткені 1 метрде, 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Енді айта кететін жағдай, қандай көп таңбалы сан болса да, миллиметрден сантиметрге қарап түрленетін кезде біз тек 10-ға бөлеміз. Неге? Өйткені 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Көп таңбалы сан екен деп бала 100-ге 1000-ға бөліп қоймау керек. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар ма? Бала тек қана қандай көп таңбалы сан болса да ол 10-ға бөлу керек. 10-ға қалай бөлеміз? Бөлгіштегі 1 0 менен бөлінгіштегі 1 0 қысқарып кетеді дедік. Солай үйрендік. Енді қандай сандар қалды? 15600-ды бірге бөлінісі қалды. 15600-ді бірге бөлетін болса қандай болады? Санның өзі шығады. Яғни 15600 сантиметр. Ары қарай 270 мың метрде қанша километр бар? Жаңағы айтқандай кіші өлшемділіктен ірі өлшемділікке қарай түрленіп жатыр. Бөлу амалын қолданамын. Бірақ қаншаға? Қандай санға бөлеміз? Оны балалардан сұрап отырмыз керек. 270 мыңды бөлеміз 1000-ға. Балалар, не үшін 1000-ға бөлдім? Не үшін 100-ге 10-ға бөліп қоя салмадым? Әрине, өйткені 1 километрде 1000 метр бар. Балалар менімен ілесіп тапсырманы орындап отырыңдар және мен сұрақтарыма дұрыс жауап беруге дағдыланыңдар. 270 мыңды 1000-ға қалай бөлеміз? Бөлгіштегі 3 0 менен бөлінгіштегі 3 0 қысқартады. Енді балалар айтыңдаршы, бөлгіштегі 3 0 менен мына жердегі 4 0-ді қысқарта аламын ба? Мына жерде тағы 1 0 қалып кетті. Сонда қысқарта салсам болады ма? Жоқ әрине. Өйткені бөлгіштегі 3 0 менен бөлінгіштегі тек 3 0-ді ғана қысқарта аламыз. Енді 270-дің бірге бөлінісі қалды. Немесе 27-ні бірге бөліп 27 деп жазып, қысқармай қалған 1 0-ді алып кеп, соңынан тіркесек те болады. Ол әрине балалардың қабылдау деңгейіне байланысты. 270 километр екен. Ары қарай 3518 миллиметрде неше дециметр, неше миллиметр бар. Жаңағы айтқанымдай қалдықпен бөлу бізге осы жерде қажет болады. 3518 миллиметр, дециметр, миллиметрге айналдыру үшін біз бөледі екенбіз 100-ге. Не үшін 100-ге бөлеміз балалар? Өйткені 1 дециметрде 100 миллиметр бар. Солай ғой. Енді
бөлгіштегі 2 нөл менен бөлгіштегі 2 санды қысқарта алмаймын. Есесіне 18 қалдығы болады. Қалай? Өйткені бөлгішіміз 100. 3518 санындағы 18 саны біздің бөлгішімізден кіші болып тұр. Демек, бөлгішімізден кіші сан ол қалдық болады екен. 18 қалдық, 35 мәні ол дециметр. Қайталап айтам. Осы жерден ережені балалардың есіне тағы бір салып аламыз. Не үшін 18 қалдық болды? Неге 518 немесе 8 қалдық болмады балалар? Өйткені бөлгіштен кіші сан қалдық болады. 518 ол 500-дік, 100-діктен ол үлкен. Демек, ол қалдыққа кірмейді. 18 саны 100-ден кіші. Демек, біздің қалдығымыз 18 болады. Қазіргі жағдайда 18. Ары қарай 4856 дециметрде, 4856 дециметрде, сантиметрде, дециметр, сантиметрде қалай түрлендіреміз? Бөледі екенбіз 10-ға. Неге? Өйткені 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Дәл жаңағыдай қалдықпен бөлеміз. 10 санынан кіші 6 саны. Демек, 4856 санындағы 6 саны біздің бөлгішімізден кішкентай болып тұрғандықтан ол қалдық болады. Яғни сантиметр күйінде қалады. 485 ол дециметр. Бұдан шығатын қорытынды жаңағы түрлендіру тізбегін көбейту бөлу арқылы қалай орындаймыз, қай кезде қандай амал қолданамыз, және нөлдермен не үшін жұмыс істедік, жаңағыдай қалдықпен не үшін жұмыс істедік. Бәрі осы тақырыптың тұсында түсінікті болды деп ойлаймын. Неге? Осы тақырыпқа дейін, ол өрнектегенге дейін бала білу керек, қалай түрлендіру керек екенін. Неге десеңіз, мысалы, осы тұрған сандарды кейде жұмыс барысында байқайсыздар, 4 таңбалы сан болса, 2 таңбалы мынақа, 2 таңбалы мынақа жандай 2 бөліп жазып қосылады, көңілі қалмасын деген сияқты. Екеуінде көңілі қалмасын деп 2 жағына бөліп жазып қосылады. Ондай кезде біз сұрап отырмыз керек. Жарайды, 18 мм болды. Не үшін 518 мм немесе 8 мм болды? Не үшін 6 ғана сантиметр? 6 ғана сантиметр болады ма не? Мүмкін 48 сантиметр, 48 дециметр, 56 сантиметр болатын шығар. Деген сияқты балаларға тағы қосымша сұрақтар қою арқылы олардың кері байланысын, дұрыс кері байланыс алуға әрекеттендіріңіз. Яғни 10-ға бөлгендіктен 10-нан кіші сан ол тек қана 6. 5 ондық біздің 1 ондығымыздан ол үлкен. Демек, қалдығымыз 6 ғана. Қазіргі жағдайда ол сантиметр күйінде қалады. Деп бала өзінің жасаған жұмысына дәлелмен сізге жауап беруге дағдылану керек. Әркез дәлелін сұрап отырыңыз. Өйткені кейде балалар тисе терекке, тимесе бұтаққа деген сияқты жауаптарды жаңағы айтқандай 2 жаққа бөліп жазып қоя салады. Әйтеуір мына жерде сандар жазылып тұрса болды. Онымен бала меңгере алмайды ғой тақырыпты, солай ғой. Сол себептен әр тапсырмада баладан кері байланыс алып отыру керек. Және баланы дәлелмен жауап беруге үйрету керек. Ол үшін үнемі не үшін, қалай шықты, не үшін бөлдің, не үшін көбейттің, неге ол амалды қолдандың деген сияқты сұрақ қоюдан біз жалықпауымыз керек. Сонда сол сұрақтарға жауап беру арқылы бала жауапты тапсырманы дұрыс түсінеді және ынталанып қызығушылығы арта түседі. Сіздерге пайдалы ілім болсын, сау болыңыздар.